мына ұлтаралық мәдени орталық құру керек деген сөз жарылыстырды. Мен айтайын, жамбылда мен жүргенде жұмыста, сонда бір осындай мейрам өткізіп мәдени орталықтарды бола ғой жылда, осы 1 майға қарсы жаңағы мейрамға. Сонда қазақтардың бәрі жетім бала ұқсап жүр. Қош-қош. Біз айтамыз, өзіміз үйінде бізге ешқандай мәдени орталық керек жоқ, біздің бәрі жетеді мәдени. Содан кейін мен оған көңіл толмай сөйлеуден мен тұңғыш рет айтқым керекпін. Сол кезде 96 жылы Жамбылда, Қазақстанда бірінші қазақ мәдени орталығын құрдым мен. Сүркен бар болар жұмыс істеді. Себебі бәрі өзінің мәдениетін айтады, қазақ мәдениетін айтады ешкім жоқ. Қазақта мәдениет жоқ себебі. Ассамблеяда жоқ қазақ мәдени орталық. Жауабыңыздың сіз айтасыз, бірінші этапта бастадық. Көп жұмыс істедік аға, рахмет сізге. Сізге Құдай денсаулық берсін. Бірақ біз бірінші осындай орталықтың бар екенін танытып, көрсеттік бәрі біледі. Ал енді біздің жалпы соңғы мақсатымыз неде? Егер біздің мақсатымыз болмаса, онда бұның бәрі дауы. Біз шулап-шулаймыз, қараймыз, бітті сонымен. Дәріс айтқым келіп отыр. Шын мәнісінде біз айттым ғой мен жаңа, біз мойындауымыз керек. Ол қазір біздің мемлекетте бір жағдай ашылсын, оны бір соңына жеткізу үшін қалай кертеу керек. Сондықтан да мінекей дегенмен қалайда мынау осы Қазақстанда қоғамдардың мойындауы осы алаш орталығының бұның өзінде бір жеңістің бірі деп есептегеніміз дұрыс шығар. Ол бірінші. Басы. Иә, басы деп, иә. Сол енді бірінші біздің мойындаудың өзі ол сол үлкен бастамасы. Біз жеңістің сол бір бастамасы. Ендігі біздің мақсат, менің түсінігімше. Біз егер тек қана осындай тіл, анау деп ол күнде айтылып жүрген мәселе. Шахановтар да айқайлап жатыр, басқа да айқайлап жатыр. Оны кезінде парламентте де біз көтердік, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Меніңше бұл қоғамның жалпы арқылай ең негізгі қозғалысы бұл мынау саясатқа ықпал жасау. Мысалға бізде саяси партиялар бар. Егер сол саяси партиялардың ішіндегі бағыты, көзқарасы, жалпы осы халықтың ойынан біздің мысал үшін жалпы өзіміздің көзқарасымыздан шығатын болса, біз солармен қосылып, соларға дұрысын дұрыс деп өзіміздің үнімізді қосуымыз қажет. Аясына болды. Иә. Ал егер біз олай емес жоқ, біз тек билікті қолдаймыз десек, онда биліктің қасында жүруіміз керек. Онда айтуымыз керек, бәрі стратегияларымыз дұрыс, мынандай. Себебі бұл өзіңіз біле жаңа өте дұрыс айттыңыз. Міне балалардың бүгінгі Жас Алаш газетінде жүр, сіз оқисыздар, балалардың тіке тіресіп отырғанның өзі тұңғыш жеңіске жетіп отыр жастар. Ол қалай жетті? Олар айтты, біз бәрібір өлшекте шығамыз ол бір күні деп. Солай ғой. Міне сондықтан да билік, енді өздері аяқтан келмегеніменен, министрдің орынбасарын кіргізіп отырып, хотя бұлардың барлығын қабылдап, енді жасаймыз деп, айтқандардың бәрін орындаймыз деп уәде берді. Уәде берілсе, ол ары қарай жалғасатын. Мінекей, меніңше біздің қандай бағыт болмасын негізі бәрі де осының айналасында ғана болу керек. Біз саясатпен айналыспай ешқандай қоғам бола алмаймыз. Біз үшін керек емеспіз. Тек саясаттың тізгінін ұстап, соны бір жақтама болып, мынаны былай деп отқанда ғана біздің мойындайды билік. Ал басқасын бәрі сізге қатта жаза береді, оның бәрі үшін отписка былай әшейін. Ол бастан өткен нәрсе ғой, ешкімге керек жоқ. Мысалы үшін кеден бірлестігі. Мысалы үшін кім бүгін айта алады кеден бірлестігі? Міне ертең алтын деп айтады да, ақша кіргізеді. Алтын дейді қазақтарға, тыңдалып болсын. Алтын деп айтады, біз сразу ой, мына біздің қазақтың ақшасын кіргізді дейміз ол. Алтын деген түбір қаяқта жатқанын оған ешкім айтып отырған. А ертең экономикалық бірлестіктің ортасына келгенде міне экономист отырып өздеріңізге айтады. Біз ертең о жақта солардың галошын қойып, соны сүртіп, жаңағы қолын жуып жібереміз. Басқа ештеңеге жетпейміз. Ол бір мәселе. Ал енді мысалы үшін кешегі мынау Қызылағаштағы жағдай. Мен сол жерге бір автобусқа толтырып тамақ жібердім. Бір жігіттің Алматы каналының нелері айтты. Біз киім дайындадық деді. Мен оған жаңағы өзіміз ұйымдастырып, соны барып келген жігіт ертеңіне маған айтады, аға, просто ауқатына барсам алмайды дейді халықтар, қорқады. Неге қорқады? Айтықтары беретін 112 мыңға, содан ұстап қаламыз, алатын болсыңдар деп. Сүркен айттым дейді, аға, осындай деген бір шарым деген бір асыға бар ағамыз. Соғысы жіберді сіздерге ешкімнің ақысы жоқ деп. Мен артынан бардым ғой, Сүркен, барып қайттым деп сөйлеп өзім. Шыдай алмай соны көрейінші деп. Енді оны көрсеңіз шашыңыз түсіп қалады, оны барып көру үшін. А біз газетке жазамыз. Мысалы үшін облыстың әкімі сол жерде отыру керек, астына кішкене столды қойып қойып.
Таңертең кешке дейін отыру керек, пока премьер-министр келіп 5-ақ минут болып кетті. 5-ақ минут қалыптар айтады. Кешке қараған кезде келді, қалтасы сол бүйтіп қарады да, болды, уже ештеңе көрінбей, апақ-сапақ қайтып отырды да, әкіммен бірге өтіп кетті. Міне, бұл да саясат. Бұл халыққа деген, біз айтамыз, бұл геноцидтің өзінше бір басқа бір түрлері, басқа болып жатыр. Ал енді қазір бүгінгі жас алашты оқысаңыз, сөзде мынау қазіргі Forbes анау газеттің есін шығарып жатыр. Ким дегеніңіз бір жылдың ішінде уже 408 миллиардқа жетіпті. Сонда біз кімбіз? Мен өмір бойы қазақ болып жүріп өлеміз қазақ болып. Сонда мен өмір бойы қызмет істедім, сөйтіп жүріп, қаяқтан ол осы 17-20 жылдың ішінде сондай ақша тапты. Қалай? Қандай экономика бар онда? Сіз айтыңызшы. Кім оны маған, кімге дәлелдеді осы күнге? Ал енді сөйтіп отырып, біз отырып әшейін майда-шүйден шығып отырғанменен ештеме шықпайды. Мен сіздерге айтайын. Біз божын жинала береміз, анау да хат жазады, мынау да хат жазады. Сол сөзі түзу саяси партияға солармен бірлесе отырып жұмыс істеу керек. Сонда ғана көп былай бірлескенде ғана тіршілік болады. Әрқайсымыз әр жерде шауып жүргенмен қазақ аяғындай сонымен түк шықпайды. Мен сіздерге мына анекдотпен бітіргенге отыр. Жылайтын анекдот қазақша айтқанда. Мен оны бір кәріс адам өтті, какой вообще бірінші. Анау ол ескерді шығарсыздар. Біздің батырлар баяғы Қабанбай, Бөгенбай, өкшен батырдың ұрпағымыз ғой өзіміз. Жаңағы кілең батырдың ұрпақтары. Солардың бәрі бір жерде боза ішіп, жаңағы қойдың етін жеп отырады ауылда. Bir кезде ауылдың ақсақалдары, батырлар, мынау жау шауып келеді дегендей. Олар тыңдамайды да, оны өздері анекдотын айтып, рахаттарын көлеп, анау-мынаны айтып. Bir кезде тағы да келеді, мынау жақындап қалды, үндемейді. Bir кезде уже болмағаннан кейін шалдар айқайлап келді, батыр, мынау есіктің алдында кірді мінекей, мынау ауылымыз шетін қауады, соны айтатындар. Бізге не айтасыз, анау киіміңменен Машкевскийдің айтып ал, өзінің жерін қорғаласын дейді. Міне, бұл қазақ үшін өліммен бір дейміз. Олар қандай болуы мүмкін? Біз өзіміз қорғап отырған халықпыз. Сондықтан да меніңше қандай орын болсын, оны қалай сіз айтаңыз, қалай не қылмаңыз, бәрібір сол неге келуіміз керек. Осындай бір бағытты біз ұстауымыз керек. Осы алаш деген сөздің маңында, алаш деген бұл қазақ үшін ол үлкен діңгек. Міне осы сөздің маңында біз өзіміздің бағытымызды түзелеп алсақ қана ол жұмыс болады. Болмаса оның бәрі жай